Желіде діни ағымдар туралы жарияланымдар жиі таралуда. Арасында адамдарды адастыратын жат ағымдар да жоқ емес. Әсіресе балалар мен жасөспірімдерді алда барбайтындар көбейген. Осы мәселенің алдын алу мақсатында облыста ата-аналар мен тәрбиешілерге арналған түрлі семинарлар өткізілуде. Спикерлерге жүктелген маңызды міндет діни экстремизмнің алдын алып, тұрғындарды діни радикалды ағымдардан сақтау. Талғар ауданынан бастау алған шарада 100-ден астам ұстаз қамтылмақ. Себебі мұндай қиындық туындаса баланы дұрыс жолға сала алатын бірден-бір жан осы мұғалімдер дейді мамандар. Жиында дәл осы оқытушыларға жүктелетін міндет оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытып, жалған ақпаратты ажырата білуге үйрету екендігі айтылды. Ұйымдастырушылардың сөзінше мұндай жиындар қоғам қауіпсіздігін нығайтып, жастарды жат ағымнан қорғауға септігін тигізбек. Шараның мақсаты ол өздеріңіз білесіздер, интернет дамыған заман, әлеуметтік желілер дамыған заман, жасөспірімдер, жастар көбісі қандай да бір материалдарға қызықса интернет желісінен, әлеуметтік желілерден қарайды. Сондықтан бізде мұғалімдерге дін саласындағы біліктіліктерін арттыру мақсатында, сонымен қатар дін саласындағы заңнаманың талаптарын түсіндіру мақсатында, және де жасөспірімдермен жұмыс жасаған кезде діни радикализм идеологиясын алдын алу мақсатында бүгін семинар өткізіп жатырмыз.